Мөңке бидің болжамы. Құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң, ауырып қалатын бедрей деген қызың болады. Алдыңнан кесе-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Ішкенің сары су болар, берсең итің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ, жақының болады. Итпен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатынның болады. Ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашыбар тілің болар, дүдамалдау дінің болар. Әйелің базаршы болар, еркегің қазаншы болар. Жылқы жұлдыз болар, қой құндыз болар. Кейбір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі, көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді, ащы демейді, тапқанын олжа демейді. Аллахым белгенін молда дейді, бір-біріне қарыз бермейді. Шақырмаса көршіге кірмейді, саралып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Заман ақыр боларда жер тақыр болар, халқы пақыр болар. Балалар жетім болар, әйелдер жесір болар. Ә десе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар. Жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жапылдатып шаштарын, тақымдары жалылдатып, емшектері салқылдап, ұят жағы кем болар, сөйткен заман кез болар, түзелуі қиын болар.